дәл осындай эффектті қалай жасаймыз? Ол үшін заметки бөліміне барып, скриншот жасап қиып аласыз. Одан кейін CapCut бөліміне барып, керекті видео немесе суретіңізді таңдайсыз, форматын таңдайсыз. Наложениені басып, өзіміздің скриншотты әкелеміз. Соңына дейін керек болса осылай тартасыздар. Одан кейін төменде смешание бөлімін басып, өзіңізге керекті пайызды таңдап осылай таңдап алсаңыздар болады. Текст бөлімін басып, основные шрифтті таңдадым. Дәл осы жерде өзіңізге керекті түсті таңдасаңыздар болады. Одан кейін текстті де соңына дейін созасыздар. Дәл осылай орналастырып, соңына дейін создым. Енді анимация бөлімінен бізге караоке дегені керек. Осы караокеді таңдадық. Астында караокедің түсінде таңдай аласыздар. Астында түсті өзіңіздің қалауыңыз бойынша таңдасаңыздар болады. Дәл осылай өзіңізге сақтап аласыз. Ақпаратын пайдалы болса, достарыңызға жіберуді ұмытпаңыз.